Жамбыл облысы Шу ауданы. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы саптық және жорықтық адым, қозғалыстағы бұрылыстар. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты оқушыларды орнында тұрғандағы бұрылыстар тәсілінен саптық және жорықтық адым мен қозғалыс кезінде бұрылыс жасауға үйрету. Бүгінгі сабағымызда оқушылар нені білуі тиіс? Саптық және жорықтық адым мен қозғалу тәсілдерін, бір орында бұрылуды орындау, қалай және қандай командалармен орындалуын білуі тиіс. Нені үйренуі тиіс? Бір орында тұрып бұрылуларды орындауды, бөлімшеде бір қатардан екі қатарға және керісінше сапталуды, саптық және жорықтық адым мен қозғалуды үйренуі тиіс. Оңға, солға, артқа бұрыл. Пәрмендер бойынша орындалады. Артқа және солға бұрылу сол жаққа қарай, сол өкшемен және оң аяқтың ұшымен жүргізіледі. Оңға. Оңға бұрылу оң қол жаққа қарай, оң өкшемен және сол аяқтың ұшымен жүргізіледі. Бұрылыстар екі тәсілде орындалады. Бірінші тәсіл дененің тік қалпын сақтай отырып және тізелерді бүкпей бұрылып, алдыңғы тұрған аяққа дененің салмағын салу керек. Екінші тәсіл қысқа жол арқылы екінші аяқты тез арада қою керек. Адым саптық және жорықтық болады. Саптық адым бөлімшелердің салтанатты шеруімен жүріп өту кезінде, олардың қозғалысы кезінде, әскери сәлемдесуді орындау кезінде, әскери қызметші саптан шыққанда және сапқа қайта келгенде, сондай-ақ саптың даярлық сабақтарында қолданылады. Басқа жағдайларда жорықтық адым қолданылады. Саптық адыммен қозғалыс жасау, саппен адым бас қозғалыс кезінде саппен адымда. Ал жорықтың адыммен қозғалыс жасау адым бас пәрмені бойынша басталады. Алдын ала берілетін пәрмен бойынша дене біршама алға беріледі. Оның салмағын, орнықтылығын сақтай отырып, оң аяққа салу керек. Орындалатын пәрмен бойынша қозғалыс сол аяқтан толық адыммен басталады. Саптың адыммен қозғалыс кезінде аяқтың ұшын жерден 15-20 см жоғары көтеріп, аяқты алға созады және табанға нық қояды. Иықтан бастап қолдармен дененің айналасында қозғалыс жасау керек. Алға, оларды шынтақта денеден алақанның еніндей ұстап, белдіктен жоғары көтерілетіндей бүгіп, ал шынтақ қолдың білегінің деңгейінде болу керек. Артқа, иық буынының шегіне жеткенше, қолдың саусақтарын жартылай бүгіп, басты тік ұстап, өзінің алдына қарай қарау керек. Жорықтық адыммен қозғалыс жасау кезінде аяқтың ұшын созбай, еркін қозғап және оны жерге әдеттегі жүрістегідей қою керек. Қолмен дененің айналасында еркін қозғалыс жасау керек. Жорықтың адыммен қозғалыс жасау кезінде тік тұр пәрмені бойынша саптық адыммен көшу керек. Саптық адыммен қозғалыс жасау кезінде еркін тұр пәрмені бойынша жорықтық адыммен жүру керек. Орында тұрып адым жасауды көрсету. Орында адым бас. Қозғалыста орныңда пәрмені бойынша жүргізіледі. Осы пәрмен бойынша адым аяқты көтерумен және сүрумен көрсетіледі. Бұл ретте аяқты жерден 15-20 см көтеру керек және оны ұшынан бастап табанға толық қою керек. Қол адамның ырғағымен қозғалыс жасау керек. Сол аяқты жерге қоюмен бір мезгілде берілетін тура пәрмені бойынша оң аяқпен орында тағы да бір адым жасап және қозғалысты сол аяқтан толық адыммен бастау керек. Бұл ретте алғашқы 3 адым саптық болу қажет. Қозғалысты тоқтату үшін пәрмен беріледі. Мысалы, қатардағы жауынгер тұрдай, тоқта. Оң немесе сол аяқты жерге қоюмен бірге бір мезгілде берілетін орындалатын пәрмен бойынша тағы да бір адым жасап саптық тұрысты қабылдау керек. Қозғалыстың жылдамдығын өзгерту үшін пәрмендер беріледі. Қарышта. Қысқа адымда. Жи адымда. Жарты адым. Алты адым. Жекелеген
келген әскери қызметшілердің орнын бірнеше адымға басқа жаққа ауыстыру үшін пәрмен беріледі. Мысалы, Қадамдағы жөнге тұрдайын. Оңға 2 адым, бас. осы пәрмен бойынша әр адымнан кейін аяқты ыңғайлап қоя отырып, оңға 2 адым жасау керек. Алға немесе артқа бірнеше адым орын ауыстыру үшін пәрмен беріледі. Мысалы, 2 адым, алға, бас. осы пәрмен бойынша әрбір адымнан кейін алға 2 адым жасау және аяқты қою керек. Оңға, солға және арқа орын ауыстыру кезінде қолмен қозғалыс жасалмайды. Қозғалыс кезіндегі бұрылыстар: Оңға, солға. оңға бұрылыс жасау үшін орындалатын пәрмен жерге оң аяқты қоюмен қатар бір мезгілде беріледі. Осы пәрмен бойынша сол аяқпен 1 адым жасап, сол аяқтың күшімен бұрылу керек. Бұрылумен бір мезгілде оң аяқты алға созу және қозғалысты жаңа бағытта жалғастыру керек. Артқа бұрыл. Артқа бұрылу үшін орындалатын пәрмен оң аяқты жерге қоюмен бір мезгілде беріледі. Осы пәрмен бойынша сол аяқпен тағы да 1 адым жасау керек. 1 деп санау бойынша оң аяқты алға қарай жарты адым созу керек және бір шама солға және сол қол жаққа қарай 2 аяқтың күшімен шұғыл бұрылып, 2 деп санау бойынша қозғалыс. Құрметті оқушылар, сіздерге үйге тапсырма. Саптық адым мен жорықтық адым туралы Вен диаграммасын жасаңыздар. Қозғалыстағы бұрылыстарды 4 санақпен жаттығу арқылы үйреніңіздер. Және кері байланыс жасаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.